Арма қазағым, заманауи тарихшылар бір танымалы тарихтағы әйелдің өмірін зерттейтін болса, олар алдымен ала ол әйелдің неше баласы болғанын білуге тырысады. Себебі көпбалалық деген мағына оны әйелдің қызық болғаны, тартымды болғаны, соның белгісі болады. Мысалы, жақын арада мен Олимпиада туралы, ұлы ескендірдің шешесі туралы оқыған едім бір мақаланы. Және сол мақалада тарихшы тілші былай жазған: Олимпиада шынымен де өте әдемі, өте қызық, өте тартымды әйел болған дейді. Себебі дейді, оның 2 баласы болған дейді Филипптен. Филипп неше жыл бойы Олимпиаданың бөлмесіне қатынап жүрген, қатынамаған болса, ол Олимпиадаға ешқандай қызығушылық білдірмесе, Олимпиада тартымды болмаған кезде Олимпиаданың я баласы болмас еді, я болмаса бір баламен сол Олимпиада қалар еді деген ой пікір сол жерде айтылған екен. Ал енді ойланып көріңіздер, мына біздің заманауи ғасырда көп балалы аналарды мысалы шеттетіп атады. Оларды свиноматка деп мазақтап атады. Жаңағы байының астына былшырап жатудан басқа қабілеті жоқ, қасиеті жоқ деген сияқты, плагиатничество деген түрлі көбіне енді орысша нелерді айтып, сөйтіп бізде Қазақстанда қазақ әйелдерді шеттетіп атады. Көбіне әйелдерді шеттетеді. Неге деген бұл сұраққа енді феминизм, мизогиния деген жауапты береді, бірақ бұл жерлерде мизогиния болғанмен де дегенмен де көреалмаушылық бар деп айтылады. Сонда баласы аз әйел ол өзінің қандай деңгейде екенін біледі. Сонда оның баласы аз болса, оны ер азамат ондай көп қаламайды деген мағынаны білдіреді. Соның несі болады? Былайынан биологиялық жағынан қарағанда сондай белгінің несі болады. Сондықтан аз баласы бар әйелдер көп балалы әйелдерді көре алмай шеттетеді. Сонымен біздің қазақ әйелдеріміз, қазақтың санын көбейтіп отқан әйелдеріміз жасасын. Ұялмай балаларыңызды туа беріңіздер. Ол біздің ғана шаруамыз. Қазақстанда біз 5 бала туғымыз келе ма, 50 бала туғымыз келе ма, өзге ұлттардың өкілдері бізге бірдеңе айтып, қазақ кедейшілікті көбейтіп жатыр деп айтудың олардың ешқандай қақылары жоқ. Әсіресе бізді өлтіріп, қырып, жойған нелерді бізді жек көретін, біздің тілімізді менсінбейтіндердің ешбір қақысы жоқ. Соны біліңдер, және түрлі жаңағы жағымсыз қазақтың дәстүріне, несіне қарама қайшы келетін ұғымдардан абай болыңыздар. Аман болыңыздар.